наурызға қандай сыйлық алғыңыз келеді? Әрине, әр әйелге ұнайтын гүл. Мен де гүлді ұнатамын. Ең сүйікті гүлім осы гүл. Орхидея деген гүл. Сол. Мен үйде осындай гүлдер 2-3 түрлі бар. Сол. Сіздерге де қыздар осындай сыйлық өмірде бола берсін. Әрқашан. Что вы хотите получить на 8 марта? 8 марта это праздник сюрпризов. Супер сюрприз. Далы Құрманбаевна, сіз 8 наурызға қандай сыйлық алғыңыз келеді? Мен гүл жақсы көремін. Гүлжан Кемжановна, что бы вы хотели получить на 8 марта? Я хочу получить на 8 марта путевку в жаркие страны. Дубай или Египет. Мұғалім, сіз 8 наурызда қандай сыйлық алғыңыз келеді? Мен әрине гүл алғым келеді. Салтанат Жумагуловна, что бы вы хотели получить на 8 марта? Я, наверное, мечтаю на 8 марта целый день получить день отдыха. Чтобы ко мне приходили гости, чтобы я улыбалась, чай пила, смотрела телевизор, читала газеты и отдыхала. Қандай сыйлық алғыңыз келеді? Мен 8 наурызға немерелерінен жақсы бір өлең жолдарын естігім келеді. Бақытжан Төлегенов, 8 наурызға қандай сыйлық алғыңыз келеді? 8 наурызға демалыс бір-ақ күн болады ғой бізде, 8 наурыз. Сондықтан мен 8 наурызда жақсылап демалып, мамамды құттықтап келгім келеді. Сол мен үшін сыйлық. Алмайына, 8 наурызға қандай сыйлық алғыңыз келеді? Мен Астанадан бір комнаталы үй алғым келеді. Бір комната ғана. Что вы хотите получить на 8 марта? Честно? Да. Честно, я хочу машину. Вы можете такое? Сәлеметсіз мұғалім, сіз осы 8 наурыз мерекесіне өзіңізге қандай сыйлық сыйлағанын қалай едіңіз? Мен бе? Тірі гүлдер ұнатамын. Ақ раушан гүлдер. Жауабыңызға рахмет. Айсұлу Қабраевна, 8 наурызға қандай сыйлық алғыңыз келеді? 8 мартқа біріншіден барлығын құттықтағым келеді. Екіншіден үлкен гүл сыйлыққа гүл алғым келеді. На 8 марта я бы хотела получить путевку в жаркие страны. Люблю цветы, да, но главное, я думаю, не подарок, а внимание. Мен 8 наурызда шет елге бір жерге жолдама алғым келеді. 8 марта подарок от любимого человека. Желательно. Девочки, на 8 марта я бы хотела получить, конечно же, деньги, много денег. И потратить их еще только на себя. 8 наурызға үлкен букет гүл алғым келеді. Радос Палатович, 8 наурызға жарыңызға не сыйлар едіңіз? Мен бе? Жұлдыз сыйлаймын. Аспаннан жұлдыз алып келіп. 8 наурызға қызыңызға не сыйлар едіңіз? Гүл сыйлаймын. 8 наурызға жарыңызға қандай сыйлық сыйлар едіңіз? Мен ешқашан сыйлық алып беріп көрген жоқпын, ақшасын ғана беремін. Қолын өзі тыңдаған алады. Бақыт сыйлар едім. Одан артық. Самый главный бақыт, конечно. Бақытты болып, семья болсын. Сол балаларымыз аман болсын. Сол бәрі бақытты түсінен. Марат Фурумбаевич, что бы вы хотели подарить на 8 марта своей жене? Все подарить. Данагүл, сен 8 наурызбен кімді құттықтайсың? Мен 8 наурызда бүкіл мұғалімдер мен мамамды және әпкем мен апаларымды құттықтаймын. Рахмет жауабыңыз. Айгерім, сен 8 наурызда кімдерді құттықтайсың? Мен барлық әйел мұғалімдерді және Ақжаулықтанымды құттықтағым келеді. Жауабыңызға рахмет. Алихан, сен 8 наурызбен кімдерді құттықтайсың? Бүкіл әйелдерді және қыздарды. Басқа? Басқа? Өзің анамды. Жарайды, давай, жауабыңызға рахмет. Бекош, сен 8 наурызбен кімдерді құттықтайсың? Осы мектептегі бүкіл мұғалімдерді құттықтаймын. 8 наурыздарыңыз құтты болсын. Апам, анам құттықтаймын.
құттықтаймын мен сіздерді. Рахмет жауабыңа. Құрметті ұстаздар, қыздар, сіздерді келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге тек қана тілейтін бақыт, денсаулық, молшылық. Осылай әдемі болып жүре беріңіздер.